Ішкі істер министрлігі заң және тәртіп қағидатын жүзеге асыруды жалғастыруда. Ағымдағы жылдың 9-10 маусым аралығында еліміздің аумағында есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңды айналымын бақылау мақсатында дәрмек жедел алдын алу іс-шарасының екінші кезеңі өткізілді. Нәтижесінде 709 нысан тексерілді. Оның ішінде 577 медициналық мекеме және 132 өндірістік кәсіп орын. Іс-шара кезінде 237 әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталды. Есірткілік және психотроптық заттар бар 23 мың ампула және 6 мың таблетка тәркіленді. Тексеру кезінде анықталған заң бұзушылықтар бойынша 135 медицина қызметкерлеріне қатысты материалдар жинақталып, медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің аумақтық департаменттеріне жолданды. 384 мың тонна прекурсорлардың айналымы шектеліп, 70 заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 20 есірткіге қатысты құқық бұзушылық анықталды. Түркістан облысында трамадол жалған рецепттер дайындаған медицина қызметкерлерінен тұратын ұйымдасқан қылмыстық топ құрақталды. 170 мың таблетка тәркіленіп, қылмыстық іс қозғалды. Шығыс Қазақстан облысында прекурсорларды импорттау және экспорттаумен айналысатын әрі жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылып, 380 мың тонна прекурсор тәркіленіп алынды. Ақмола облысында құрамында есірткі бар дәрілерді сатқаны үшін 2003 жылғы туылған Көкшетау қаласының тұрғыны ұсталды. Ішкі істер министрлігі есірткі және прекурсорлардың заңды айналымымен айналысатын заңды тұлғаларды бақылаудағы заттарды сақтау, тасымалдау, пайдалану және өткізу ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Аталған талаптарды бұзғаны үшін әкімшілік те, қылмыстық та жауапкершілік көзделген.